Сәлем, менің есімім Маржан. Менің бүгінгі видеом әдеттегідей қыз-келіншектердің үй жағдайындағы күтіміне арналады. Ал бүгінгі тақырыбым банан және оның бет терісіне пайдасы туралы болмақ. Яғни бананды пайдаланып, үй жағдайында маска, пилинг, скраб жасау жолдарын көрсетемін. Қане бірге тамашалайық. Бананның ағзамызға пайдасы зор екенін барлығымыз білеміз. Бұл жидек дәрумендерге өте бай. Банан жеміс емес, жидек тұқымдастарына жатады екен. Мен әдетте көз мөлшерімен кішкене банан, ірімшік және айранды блендер арқылы езіп йогурт ретінде қызыма беремін. Одан артылғанын бетіме жағып маска жасаймын. Яғни бірінші маскамыздың құрамына банан, ірімшік және айран кіреді. Осы массаға бір шай қасық кофе ұнтақтарын қосып, маска скраб жасауға болады. Бұның әсері тіптен керемет. 10 минут бетімізде ұстап, массажды қимылмен тазалап жуамыз. Келесі маска өте қарапайым. Бананның кішкене бөлшегін шанышқа арқылы езіп, пюре жасап, 1-2 шай қасық айран қосып, бұны да 10-15 минут бетімізде ұстаймыз. Ал 10-15 минут маска жасауға ерінетіндерге де арналған экспресс маска бар. Ол үшін бананның қабығын алып бетімізді жақсылап ысқылап шығамыз. Ол бетімізді өте жақсы ылғалдандырады. Қалаған маскамызды жасап болған соң бетімізге крем жағамыз. Мен қыс мезгілінде креміме 1 тамшы эфир майларынан қосып жіберемін. Крем тезірек сіңу үшін бетімізді ұрғылап жіберсек, қан айналымы да жақсарады. Осыдан соң 30 минуттай суық ауаға шықпауға кеңес беремін. Менің кеңестерім сіздерге пайдалы болар деп үміттенемін. Маскамды жасап жатсаңыздар, төменге өзіңіздің пікіріңізді қалдырып кетуіңізді сұраймын. Және де келесі видеода қандай тақырыпта түсіретінім жайлы да маған кеңес айта кетсеңіздер де болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басыңыздар, маған жазылыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Білмеймін кім